Сәлем. Бұл видеода біз пәлсе туралы айтамыз, флизелин туралы айтамыз, вышивальный жіптер туралы айтамыз, және арнайы инелер туралы айтамыз. Кеттік ал. Бірінші пәлседен бастайық. Пәлсе не үшін қажет? Бұл пәлсеға біз флизелинді немесе матаны бекітеміз. Бұл қалай бекітіледі, мен сіздерге кейін нақтылап көрсетемін. Ал оның соңғы нәтижесі примерно осындай. Яғни қараңыздар, мына пәлсеға осылай флизелин бекітіледі. Флизелинге осылай мата бекітіледі. Арнайы французский инелер арқылы. Бұл пәлселердің бірнеше түрлері болады. Вышка жасаудың көлеміне қарай. Яғни кішкентай болса кішкентай пәлсе, үлкен болса үлкен пәлсе. Бұл пәлсе өз бетінше машинкаға бекітіледі. Қалай бекітіледі, қазір көрсетейін. Міне осылайша кронштейн арқылы кареткаға бекітіледі. Көрдіңіздер ме? Енді сұрақ, бұл флизелинді біз не үшін қолданамыз? Бұның жауабы мынандай. Мата өз бетінше созылады. Қараңыздар. Мата созылады. Көрдіңіздер ме? Созылады. Әрине, егер созылатын болса, вышка жасаған кезде, дизайндағы суретті матаға салған кезде, созылған матада вышка жасалынады. Одан кейін, бұл вышка біткеннен кейін, пәлседен алатын болса, матаның өзінің бұрынғы созылған қалпынан бұрын қалпына келген кезде, сурет басқаша келіп те болады. Ондайды болдырмас үшін біз осындай арнайы флизелинді қолданамыз. Қараңыздар, бұл мата емес, бұл қағаз. Бұл созылмайды. Бұның бір жағында осындай жылтырақ клей бар. Сіздерге көріне ме, жоқ па? Осындай клей бар бір жағында. А бір жағында түк жоқ. Осы клеймен бұл матаға жабыстырылады. Ыстық өтекпенен. Сіздерге оны процесін көрсетеміз. Сонда түбінде осындай матаға жабыстырылған флизелин. Көрдіңіздер ме? Енді бұл мата созылмайды. Осы флизелин жабыстырылған матаға вышивка жасалған кезде, бұл компьютердегі, яғни флешкадағы дизайн толықтай сурет көшіріледі. Ешқандай өзгеріссіз. Сондықтан осындай флизелин қолданады. Өз бетінше флизелин екі түр бар. Мен білетін жұқа флизелин, бірнеше түр бар негіз, мен білетін жұқа түр бар. Оның тоже несі бар, клей бар. Бар флизелин вообще без клея, тоже жұқа. Енді олар түрлеріне қарай негізі көп олар. Өз бетінше флизелиннің түрлері көп. Мысалы бізде оның қалыңдығына қарай. Мынау жұқа, бағана көрсеткен флизелин. Бір флизелин бар, оның ешқандай клей болмайды. Мына флизелин мысалы қалың. Бұл флизелин қалың. Оның тоже клей бар. Бұл флизелин, мысалы, қағаз. Вышивка жасалып біткенде бұл қағазды алып тастайсыңдар. Какой-то қағаз қалып қояды. Бірақ бұл киімді жуған кезде, мысалы, матаны жуған кезде, мынау қағаз болғандықтан бұл түсіп қалады. Уақыт өткеннен кейін жұқарып түсіп қалады. Флизелин туралы толық айттық, кеттік жіпке. Вышивкада қарапайым жіпті қолдануға болады әрине. Бірақ та желательно өзіне арнайы жасалынатын жіпті қолған дұрыс. Бұл жібек жіп. Ешқандай түктері шықпайды. Бұдан жасалынған сурет өте әдемі жылтырақ болады. Қараңыздар. Сіздерге көрінсе, сәуле түскен жіп жылтырап тұрады. Осындай жылтырақтардан жасалынған сурет әдемі болады. Бұның орташа есеппен бағасы 400-500 теңге, қазір мүмкін 600 теңге болған шығар. Оны мысалы біз Алматыдан сатып аламыз. Оптом нақты қай жерден алуға болады десеңіздер, мен сіздерге айтамын. Айтпақшы, флизелиннің орташа есеппен бағасы примерно бұл бір рулонда примерно шатаспасам неше метр. Бұл флизелиндердің орташа есеппен бағасы, мынау жұқасы 2000 теңге тұрады.
енді 3000 теңге тұратыны бар. Ал мынау қалыны, бұл арнайы флизелин вышивкаға арналған, бұл примерно 8000 теңге. Бұда қанша метр шыны керек, мен ұмытып тұрмын. 30 метр ма, 50 метр ма, примерно пределах сондай. Бұны біз Алматыдан алдық. Қай жерден нақты алдық десеңіздер, бұның контактыларын сіздерге береміз. Ең соңғысы ине. Инелер өз бетінше тоже бірнеше түрлерге бөлінеді. Не үшін? Мысалы қараңыздар, мынау бізде арнайы бар, алтын ине дейді. Олардың орындары ауысып кеткен. Міне қараңыздар, осындай алтын ине. Фирма Шмец. Бұл алтын ине трикотажда қолданылады, басқа да маталарда қолданылады. Бірақ кішкене логиканы қосатын болса, мысалы мыналардың сандары бар и так далее, мен сендерді шатастырмайын. Просто оның бір-бірінен қалай айыруға болады деген кезде, енді қалын инелер болады, және жұқа инелер болады. Қараңыздар. Жұқа ине, мына жерде, міне мына жерде қалын ине. Шатасын. Мына жерде қалын ине жоқ па? Міне қараңыздар, инелердің айырмашылығы қандай? Мынау жұқа ине, мынау қалын ине. Міне жұқа инеде мысалы 75 деген цифра бар, және қалын инеде мысалы 90 деген цифра бар. Ал енді бір ауызбен айтқан кезде бұлардың айырмашылығы неде? Жұқа инені жұқа маталарда қолданады, қалын инені қалын маталарда қолданады. Еще мынандай бар, вышивка жасалынады, вышивканың үстінен тағы вышивка жасау керек. Сол кезде логично, жұқа инені қолдануға болмайды, ол сынып қалады. Желательно қолданған сол кезде қалын инені. Стоп. Қосымша мынандай инструменттер бар. Пинцет. Бұл пинцет өте ыңғайлы болады, когда заправка жасаған кезде, иненің көзіне жіпті салған кезде жақсы. Қайшы керек. Неше түрлі болуы мүмкін. Машинка, мысалы, жіптері бір-біріне түйін болып қалуы мүмкін, сол кезде қайшымен қия саласыз. Немесе басқа да бір жағдайлар болуы мүмкін. Аппликацияда осындай қайшы керек. Желательно осындай ұшы, осындай доғалдау болу керек. Неге? Өйткені аппликацияда бұл өте ыңғайлы. Аппликация деген не? Мен сіздерге толықтай ол келесі алдағы сабақтарда айтамын. И тағы да бір керек нәрсе, бұл осындай көзәйнек. Обычный көзәйнек бұл құрылысшылардікі көзді сақтау үшін. Неше түрлі болуы мүмкін инесі сынып кетуі мүмкін. Сол кезде көзіңізге киген әйнек сіздің көзіңізді қорғайды. Это по правилам техники безопасности надо. Сіздермен болған заманмен кестелеу онлайн сабақтары келесі видеоларда көріскенше.